Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өтініш, түйін, келісім түрлері, сенімхат, қолхат, арызды біледі деген тақырып. Яғни сабағымыздың мақсаты құжаттар туралы түсінік беру, үлгілермен таныстыру, құжаттарды дұрыс, сауатты толтырып және қолдана білуге үйрету, дағдыландыру. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Енді сабағымызды бастамас бұрын серту сәтін өткізіп алайық сіздермен, сабаққа психологиялық дайындық дейміз. Яғни мына төрт бұрышты алып, бір-бірімізге бүйтіп ақырын лақтырып қаламыз. Сол кезде қандай сурет түседі, соны көрсетесіздер. Мақтау керек болса, мақтайсыздар. Тілек айту керек болса, тілек айтасыздар. Құшақтау керек болса, құшақтайсыздар. Бастайық. Барлығымыз тұрайық. Би қимылдарын жаса. Жасаңыз. Білейміз. Көрсетіңізші. Келесі. Әрсен мен бүгінгі көмеске сәт еттеймін. Бұл жұлдызшаларды сабақ айтқан сайын өздеріңіз белгілеп отырасыздар. Түсінікті ме? 10 баллдан есептеледі. Яғни мұнда 10 жұлдызша бар. 60 алсаңыз 60, 70, 80, 90 деп өздеріңіз белгілеп отырасыздар. Түсінікті ме? Астында аттарыңызды жазып қоясыздар. Жедел хаттың мәтіні неше сөзден аспау керек? Жоқ. 300 сөзден аспау керек. Екі сұраққа жауап беріңіздер. Жақсы. 300 сөзден аспау керек. Сұрақ бір, баяндау хат дегеніміз не? Тұрып айта ғой. Лауазымды адамдарда баяндау арқылы жазылатын хат. Жақсы. Мен саған деген әдіспен құжат толтырып, бір-бірімізбен ауысып, сұрақ-жауап ретінде жұмыс жүргіземіз. Жақсы ма? Мен сіздерге қазір таратқан материалдарын таратып берейін. Оқып танысасыздар. Құжат үлгілері алдарыңызда бар. Яғни бірінші топ сіздер өтініш, түйін, келісім. Екінші топ сенімхат, қолхат. Үшінші топ телефон хат, арыз толтырып жібересіздер. Жақсы ма? Өтініш, түйін және келісім. Біріншісі өтініш бұл. Өтініш дейміз бұл ұйым басшысының қандай да бір лауазым жағынан жоғары тұрған адамға атына белгілі бір ақпаратты өтініштің мәлімет жеткізу мақсатында жасатқан іс қағаз болып табылады. Оның түрлеріне келетін болсақ, олар бізде төртке бөлінеді. Оның бірінші бізде жұмысқа қабылдау, екіншісі жұмыстан босату және де үшіншісі басқа да қызметке ауысу және де демалысқа алу болып жүреді. Адамға сенімді құқық береді. Notarius arқылы жасалады, яғни ол ақша алған жағдайда, көлігін сенімді тапсырып берген жағдайда, үйін берген жағдайда сенімхат арқылы
Нотариус арқылы жазылатын құжат. Және қолхат дегеніміз белгілі бір құндылықтардың шарт болсын, мүлік болсын, зат болсын, ақша болсын алынғанын куәландыратын және оны белгілі бір мерзімде қайтарып беретіндігін міндеттеп азаматтар қарым-қатынасты реттейтін ресми құжат түрі болып саналады. Біз қағаздар жазылады, телефон хат арнаулы қағаздарға немесе бланкіге жазылады. Сонымен қатар телефон хат немесе басқа немесе жауапты тұлға қол қояды. әрбір мекемеде жіберілген және берілген телефон хаттарды сақтауға арналған, сақтап тіркеуге арналған арнайы журнал болу керек. Қызметкер және беруші қызметкер сол телефон хат журналында жазылған ақпаратты қайтадан дұрыстығын тексеріп, қайтадан беруге міндетті болады. Сонымен қатар телефон хатты қабылдаған адам ақпаратты кімге жіберілгеніне байланысты міндетті түрде оны жеткізу керек. Телефон хат құжатында берілетін мәліметтер: мекеме атауы, Наурыздың 27-сі курс тақырыбы, ақпараттық анықтамалық ақпараттық анықтамалық құжаттар, сабақтың тақырыбын жазайық. Қысқаша құжаттар туралы жазып алайық. Құжаттарды толтырамыз. Бірінші тапсырма, яғни сіздерге жұмысқа орналасу үшін түйіндеме құрастырасыздар. Жұппен екеулеріңіз бірігіп, сіздер кітапханадан жазғы демалысқа оқуға алған кітабына қолхат беру. Аласыздар ғой, мысалы, кітапханадан кітапты қолхат арқылы жазда оқуға алып кетесіздер, иә? Сіз оған байланысты қолхат құрайсыздар. Яғни жұппен екеулеріңіз бірге. Үшінші, сіздер досыңа көлігіңді уақытша пайдалануға бергенің туралы сенімхат жазыңыздар. Яғни уақытша көлігін пайдалануға досыңызға бердіңіз. Сенімхат қалай жазылады? Біздің түйіндеме аты жөні Қайрат Нұртас туған күні 1990 жылы 16 ақпан. Туған жері Алматы қаласы, ұлты қазақ, жынысы ұл. Имал Таруш, @gmail.com. Отбасылық жағдайы үйленген, азаматтық Қазақстан Республикасының азаматы, мамандығы актер, мақсаты әнші, білімі орта жоғары, және 3 диплом бар. Арнайы білімі вокал, еңбек өтілі 16 жыл. Тілді білуі қазақша, орысша толық біледі, ағылшынды жатпайды. Қызығушылығы Ағылшынша сөздікпен. Қызығушылығы көзілдірік жинау, коллекция түрлерін жинау. Мекенжай Алматы қаласы, 703 үй 7. Телефон 777-778. Телефонға емейсіздер ме? Знаете, девушка плюс здесь сыроварительно, силикалевайзина, больше кітапханасынан, подсознание может все. Жони Хлор, және обратная сторона успеха, Шелдон Шелдон. Мен Мужа Бердібек, Соқырбаев кітаптарын 07-24 күні алдық. Кітаптарды 25-08-24 күнге дайындап береміз. Және құжат күнін алған күні мерзімі және атшылымыз болыңыз. Жақсы. Сіздер түйіндеме айтып кетсіз. Жақсы, отырамын, сіздер әсеміздер. Так, сенімхат, қолхат, өтініш, түйіндеме, түсінікті ме? Бүлері қалай жазылып жатыр? Түйіндеме аты жөні Сейітхан Санжар Бауыржанұлы, туған күні 13-18-2000 жылы, туған жері Абай облысы Семей қаласы, ұлттық қазақ, Имейл Сейітхан Санж, отбасылық жағдайы үйленбеген, азаматтығы Қазақстан Республикасының азаматы, мамандығы прокуратура юрист, мақсаты бас прокуратура,
Білімі 2008 жылы номер 15 орта мектебінде 11 сыныпта аяқтап, Әлихан Бөкейханов атындағы университетке жоғары оқу орнына оқуға Танысып болдық, иә? Қандай сұрақтарыңыз бар? Өткен сабақтар бойынша, осы сабақтар бойынша сұрақ бар ма? Қазір ендеше бекіту негізінде сұрақтарға жауап беріп көрейік, иә? Яғни викториналық сұрақтар яшық ойыны деп аталады. Өткен сабақтар, осы сабақтар бойынша сұрақтарға жауап беріп, сабағымызды пысықтайын бүгінгі, иә? Яшықтар бойынша таңдайсыздар, иә? 30 сұрақтар. Сүттемені қай кезде жазады? Тыныш тұрып жауап береміз. жағдайдың себебін және де Тұрып жауап береміз. жағдайдың себебін анықтау үшін жазатын хаттама есептеу. Жауап көрсетейік. Түсініктеме болған жайттың, жағдайдың себебін анықтау үшін жаздырылады екен, иә? Қандай сұрақ? Өтініш түйіндемедеші? Түйіндеменің ерекшелігі. Айтып. Telefon xat degan so'zni topib, yaxshi. Qanday so'z? Kelishim deydi. Kelisi, aslo. Qanday so'z topdim? Selim xat deydi. Бағалар келесі кезекте, яғни бүгінгі сабақ бойынша өз ойларыңыз, бағаларыңыз, яғни сіздерге мен бағалау парақтарын таратып берген болатынмын, иә? Осы бағалау парақтарына міне бірінші кезекте сабақты толықтай меңгердім. Сабақ барысында ұнаған тұстары дегенді біріншіге саласыздар, міне нәтижеге. Екінші кезекте кей түсінбеген тұстарым, мүмкін түсінбей жатқан жерлеріңіз тағы кім болды? Сабақ туралы ой пікірлеріңізді айтып, салып жүрсеңіздер. Жақсы, сау айталық. Келісімшарт, қарыз, толықтырып оқимыз. Келісімшарт пен арыз туралы құжат үлгілерін құрамыз. Сіздер сенімхат, қолхат құрасыздар. Керісінше, иә, бағадан басқа құжат құрасыздар. Сіздер өтініш арыз құрасыздар. Сіздер түйіндеме және сенімхат құрасыздар. Жалпы топ бойынша бағалап айтып шығайын. Сіздер өте жақсы жұмыс жасадыңыздар. Екінші топ сіздер де жақсы жұмыс жасадыңыздар. Үш топта жақсы жұмыс жасадыңыздар. Сіздердің бағалау парақтарыңыз арқылы мен қазір барлық бағаларыңызды журнал бетіне